Сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін Versace құрағын тігуді үйренеміз. Міне сіздерге сызбасын дайындап қойдым, экранды скриндап алыңыздар. Әр блокты санмен белгілеп және бағытын, тігілу бағытын белгілеп қойдым. Түсіндіре кетсем, мынау бірінші блок, екеуі бірге тігіледі. Одан соң біз оңға қарай жылжимыз. Міне екінші блок, екі санмен бағытын белгілеп қойдым. Одан соң біз жасыл түсті жалғастырамыз, яғни үшінші блокты. Міне бағытын белгілеп қойдым. Одан соң бар бізде төртінші блок кетеді. Төртінші блок бізде сары түстен. Кейін бесінші блок. Осы кезден бастап екі-екіден тігіп отырасыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 жасыл түсті. Және соңында 15 сары түстен 16 жасыл түс. Яғни өрнегіміз дұрыс шығу үшін төртінші блокқа дейін бір-бір түстен жалғастырып тігесіздер, әрі қарай екі-екіден жалғастырып тігесіздер. Бізге ең бірінші керегі астармата, ортасын белгілеп сызба алдық, және де шетіне дәл осылай қойып тігіп аласыздар. Енді біз сары түсімізді жалғастырамыз сызбамыз бойынша. Үшінші лентамыз бізде жасыл түсті. Оңға қарай жылжып отырып жасыл түсті жалғастырасыздар. Келесіде бізде сары түсті жалғастырамыз. Сары түсімізді тігіп болғаннан соң, енді екі лентадан тіге берсек болады. Міне бірінші жасыл түс жалғастырғанда бірінші лентамыз тігіп аламыз, және де тағы да осы жасыл түсті жалғастырамыз. Одан соң екі сары түс, одан соң екі жасыл түс. Осылай екі-екіден қайталап кете бересіздер соңына дейін. Бір көргенге тігілу қиын сияқты болып көрінгенімен, басындағы сызбаны скриндап алсаңыз, бір-екі рет тіккеннен кейін өзіңізде жаттап аласыз. Барлық ленталарды керекті өлшемде тігіп болғаннан соң, шетін айналдыра тігіп шығамыз, және де артық маталарды қырқып тастаймыз. Жалпы Versace құрағының тігілу жолы осындай. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Менің YouTube каналымда бірнеше құрақтың, жастықтың тігілу жолдары бар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы видеолармен бөлісетін боламын.